Бауырды тез арада оңай тазалаудың табиғи жолдары. Бауыр адам ағзасының ең маңызды мүшелерінің бірі. Ол қанымызды сүзеді, зиянды токсиндерден тазартады, тағамды энергияға айналдырады және иммундық жүйені қолдайды. Бірақ дұрыс тамақтанбау, зиянды әдеттер, ішімдік, темекі, майлы және ауыр тағамдар бауырға артық жүк түсіріп, оның қызметін әлсіретеді. Сондықтан бауырды мезгіл-мезгіл тазалап тұру өте пайдалы. Бауырды тез тазалаудың тиімді әдістері. Бір күніне жылы суға лимон қосып ішу. Лимондағы с дәрумені токсиндерді шығарып, бауырды табиғи жолмен тазартады. Таңертең ашқарынға бір стақан жылы суға жарты лимон сығып ішсеңіз, бауыр жұмысы жеңілдейді. 2. Жасыл көкөністерді көп жеу. Қияр, аскөк, көк жапырақты салаттар, ақжелкен мен шпинат бауырды тазартатын табиғи сүзгіштер. Олар ағзадан ауыр металдарды шығарып, қан айналымын жақсартады. 3. Сарымсақ пен пияз. Бұл өнімдерде күкірт қосылыстары бар. Олар бауыр ферменттерін белсенді етіп, зиянды заттарды ыдыратуға көмектеседі. 4. Куркума мен зімбір. Куркумадағы куркумин бауырды қабынудан қорғайды. Зімбір қанды тазартуға және ас қорыту жүйесін жақсартуға ықпал етеді. 5. Жеткілікті су ішу. Күніне кем дегенде 1-5-2 литр су ішсеңіз, ағзадағы улы қалдықтар тезірек шығарылады. 6. Қарақат, жидектер мен алма. Бұл жемістердің құрамында антиоксидант көп. Олар бауырды қоқыстан тазартып, жасушалардың жаңаруына әсер етеді. 7. Кофе орнына шөп шайлары. Өкпе шөбі, расторопша, артишок, жалбыз бен итмұрын шайы бауырды қалпына келтіруде ерекше пайдалы. Неден бас тарту керек? Майлы және қуырылған тағамдар. Фастфуд пен газды сусындар. Шектен тыс қант пен ұн өнімдері. Алкоголь. Қорытынды. Бауырды тез әрі жеңіл тазалау үшін дәріханалық дәрілерге асықпай, алдымен табиғи әдістерді қолданған дұрыс. Дұрыс тамақтанып, көкөніс пен жеміс-жидекті молынан тұтынсаңыз, 1-2 апта ішінде бауыр жеңілдеп, ағзаңыз сергек бола бастайды. Бауырды тазалау кезіндегі қосымша кеңестер. 1. Күнделікті таңғы әдет. Таңертең ашқарынға жылы су ішкеннен кейін бауырды қолдайтын жеңіл таңғы ас жасаңыз. Мысалы, сұлы ботқасы, алма немесе банан, 1 уыс жаңғақ. Бұл ағзаны ауыртпай, бауырға күш түсірмейді. 2. Қозғалыс пен жаттығу. Физикалық белсенділік қан айналымын жақсартып, ағзадан артық токсиндерді шығаруға көмектеседі. Қарапайым серуеннің өзі бауырдың жұмысына оң әсер етеді. 3. Дұрыс тыныс алу. Терең тыныс алу арқылы өкпе мен қан жақсы тазарады. Ал таза қан бауырға түсетін салмақты азайтады. Күніне 5-10 минут терең тыныс алу жаттығуын жасап көріңіз. 4. Ашыған сүт өнімдері. Айран, йогурт, қаймақ, шек микрофлорасын қалыпқа келтіріп, бауырды жеңілдетеді. Себебі шектің дұрыс жұмысы бауырды артық токсиннен қорғайды. 5. Шөптік тазалау курстары. Өкпе шөбі, расторопша бауыр жасушаларын қалпына келтіреді. Артишок шайы өт айдайды, майды ыдыратады. Итмұрын қайнатпасы иммунитетті күшейтіп, ағзаны тазартады. Бірақ шөптерді ұзақ уақыт үзбей ішер алдында дәрігерден кеңес алған дұрыс. Есте сақтаңыз. Бауырды тазалауды бір күнде жасай алмайсыз. Ол жүйелі күтімді талап етеді. Егер бауырда ауырлық, қышу, көздің ағаруы, сарғаю сияқты белгілер байқалса, міндетті түрде дәрігерге қаралу қажет. Табиғи тазалау әдістерін алдын алу мақсатында қолданған жөн. Қысқаша түйін. Бауыр біздің биологиялық сүзгіміз. Оны таза ұстап, жеңіл тағамдармен, көкөніс жемістермен, мол сумен қамтамасыз етсек, денсаулықта, көңіл күйде жақсарады. Ең бастысы, тұрақты әдетке айналдыру.